Абай Құнанбаев. Күз сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малмаң сапсыйды салып иен, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатында жыртылған шамай дүйін. Қаздырна қатарланып ұшта бермен, астында ақшымшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал бақ құршан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көрсеңіз, жамандық көрсең нәфретлі, суытып көңіл тыйсаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да құсаппақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Дүниеде Абай Құнанбаев. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, маса тудай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жыл қысымен, жайраңдасып жаз күлер құрбысымен. Көрден жаңа туғандай кемпірмен шал, жалбаңдасар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыпырласып, сырласып, малқын басып, сүйе боздап, қой қосап, қорада шу, көбелек пен құспенен сайда ду-ду, гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыптар қағып, бұраңдап, ағады су. Айдың 30-ші қара сөзінен үзінді. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Соннан қашпақ керек: әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады.